Енді мынандай нәрсе ғой, мынау орамал мәселесіне мен таңғалатын нәрсем де, орамал деген ол жер бетінде бүкіл халықтардың әйелдерінің бәрі таққан нәрсе да. Мысалы, кез келген мемлекеттің бағанағы ресторанына, кафесіне барсаң, бәрі бас киіммен жүреді. Былайша айтқанда орамал деген нәрсе ол тазалық үшін, денсаулық үшін. Сен тазалық болатын болса, отбасыңда, онда денсаулық болады деген сөз. Бір нәрсені шариғатта айтады ғой, харам және халал деп айтады ғой. Харам деген нәрсе ол денсаулыққа зиян деген нәрсе. Бағанағы шаш өзіне микроб жеуші элемент ретінде, нөмір бірінші элемент ретінде, фактор ретінде айтылатын нәрсе де шаш. Ол бағанағы шаң, тозаң, одан сырт біздің дінімізде де салтымызда бар, тіл, көз деген бар ғой. Иә, тілді де көзді де тартады шаш өзіне. Неше түрлі әдемілеп жасап алып жүреді ғой әйел адамдар шаштарын. Оның сыртында бағанағы шаң, тозаң және бағанағы зиянды микробтарды өзіне тартушы нөмір бірінші зат болып есептелінеді шаш. Ал енді біздің мысалы көрінбейтін жерлеріміздегі түктеріміз тамаққа түссе, біз оны жейміз ба? Жемейміз ғой. Себебі ол қарам бол, пәскәне болды тамақ. Ал енді сіздің баға көрінбейтін жеріңіздегі түктеріңізге оған шаң қонбайды, оған микроб қонбайды, оған тіл тимейді, оған көз тимейді. А шашке бағана микроб, тіл, көз дегеннің бәрі қонады. Енді қазір біздің мына Құранда бағанағы орамал кию фарыз болып келгеннен кейін біздің дін саласындағы ұстаздарымыз, ғұламаларымыз орамал парыз деп айтқаннан кейін бағана елдердің бәрі орамал тағу ол исламнан ғана келген екен. Мына қазақтар сол исламды қабылдап, сонан кейін орамал тағып жатыр екен деп орамалға тартыс болып жатыр да. Негізі ақиқатында кез келген ұлттың әйел заты болсаң, саған орамал тағу саған фарыз. Кез келген ұлттың тарихи фотоларға қарасаңыз, бәрінде бар, бәрі орамал таққан, орамал киген. Ол бір қазақтың баяғыдан тағып келе жатқан дүниесі, ямаса бағана дін келгеннен кейін орамал пайда болған, одан бұрын орамал деген жоқ нәрсе деген нәрсе жоқ та ондай нәрсе. Бүкіл халықтың бағанағы әйел заты орамал тағуға, бас киім киюге міндетті. Өйткені ол өзі қоғамның денсаулығын, отбасының денсаулығын, өзінің де денсаулығын қорғау үшін. Мысалы, орамал тақпайтын әйел адамдар тез қартаяды, бетінің нұры тез кетеді. Орамал тақпайды. Өйткені ол денсаулығына зиян келіп жатыр да. Қазірдің өзінде мұсылман болма, христиан бол, яхудил кім болуы бол, Қытай бол, моңғол бол, бәрібір. Олардың бәрінің ресторан, кафелерінде, тамақ жасайтын жерлерінің бәрінде бас киімменен. Не үшін бас киімменен? Тазалық үшін. Тазалық денсаулықтың кепілі. Яғни бұл орамал мәселесін тек қана дінге тіреу дұрыс. Жоқ, ол дінмен мүлде қатысы жоқ, ол тазалық мәселесі. Ол әркімнің өзінің отбасының, жеке өзінің гигиенасының, былайша айтқанда, кімнің отбасы аман дені сау болса, бала шағасы аман дені сау болса, мемлекетке ол жақсы нәрсе. Енді өзі әрбір ақылды саналы адам осындай бір тазалық мәселесін енді бір соншалық бір орамалға қарсымыз деп бір былай жатқан кезде шу көтеріп, дау көтеру, білмеймін, ешқандай бір ақылға сыйымсыз оны. Кім көтеріп жүрсе де, мейлі оны жай қарапайым бір адамдар көтеріп жүрсе де, ямаса бір белгілі бір басшылар көтеріп жүрсе де, ямаса белгілі бір бағанағы мемлекет басында биікте отырған біреулер көтеріп жүрсе де, бұл мүлде ақылға сыйымсыз нәрсе. Бұл орамалға қарсы болу деген, білмеймін, ол тазалыққа бір мәдениет, қазақтың өзінің былайша айтқанда мәдениеті деп айтуға болады. Орамалдың түрі біздің қазақтың әкесінде бар. Мысалы, кимешектің өзі деген, мысалы, келін кимешек деген бар, келіншек кимешек деген бар, әжелердің кимешегі бар, аналардың, абыз аналардың кимешектері бар, әр рудың өзінің бөлек кимешектері, нелер бар, бағанағы үлгілері бар, иә. Соншалықты деңгейде дамып кеткен да. Қазір енді мысалы орамалға қарсы емеспін, хижабқа қарсымын дейтін адамдар бар мысалы. Қызық да. Бұлар нан жеген дұрыс, хлеб жеген дұрыс емес деген сияқты. Оның атауы өзгергеніменен мағынасы бір нәрсе ол. Біздер орамал дейміз, арабтар хижаб дейді. Орыстарда не дейді, шарбы дейме, не дейді орысшасы. Қытайларда ол өз алдына тағы айтады, бәрібір ол атауы өзгергенімен мағынасы бір нәрсе, бас киім кию. Бұлай қарап айтсаңыз, мына орамал, хижаб деген екеуінің өзі де менің өзімнің жеке түсінігімде, енді турасын Алла біледі. Ол біздің түркілердің тілінен алыс емес деп ойлаймын. Мысалы, орамал емес, ол орап ал. Басыңа бірдеңке орап алса, үлкендер айтады,
жашың дер етпей бала емізгенде басыңа бір нәрсе ұрып еміз дейші деген сияқты әңгімелерді біз кішкене кезімізде еститінбіз аға жеңгелеріміздің елінен. Ал енді мына хижаб мәселесінде мысалы бағана біздің түркі тіліне жақын деп айтатын себебім хиджаб емес киджаб деп айтылады. Ки жап жабын киін. Ол біздің мысалы бұл түріктер арабтар бар кезде түркілер бағанағы арабтар еврейлер бар кезде түркілер бар ма жоқ па деген мәселе бар да бұл жерде. Әрине бізде түркілер араб пен еврей жоқ кезде мүмкін бар шығармыз. Мүмкін арабтың кейбір тілдері түркіден алынған шығар. Бағанағы кижаб пенен бағанағы орамал, орабал екеуінің бағана мағынасының атының бір-біріне жақындығына қарағанда. Олай да болуы әбден мүмкін. Мен тарихшы емеспін, оны тарихшылар дәлелдей жатады.